Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгін кішігірім өзімнің жасаған нәрсемді таныстырғым келеді. Бұл барлығы қолдан жасалған. Ешқандай ақша шықпады. Мотор үйден табылды. Сонымен кеттік. Бұл шөп турайтын қондырғы. Осы ішінде тіс. Негізгі екі тіс. Мына екеуі. Біреу мынау, біреу мынау. Астындағы екеуі. Ол әшейін ветерный выхер создавать еткенге, және ішінде түскен шөптерді тесікке направлять ететіні. Мына лопастар. Жақындатып көрсетейін. Мына екеуі көлденеңнен тұр. Осы екі лопаст ішіндегі тесікке лақтырып отырады. Мынау ортадағаны лақтырады. Ортадағаны шеткі лопастқа, шеткі лопаст тесікке қарай лақтырып отырады. Мынау үстіндегі екі тіс турайды. Қатты темірден жасадым бұны. Ал мынау кәдімгі екі жарымдық листер. Мынандай пышақты төртеу қойсаңыз болады, мына екі листтің үстіне. Ол кезде тиімділік артады. Так, ендігі сыртын ала келетін болсақ, сырты мынау стиральный, ескі стиральный машинаның сырты. Мына жерде өзінің управление автомат тұрған, оны алып тастадым. Ал мынау қарапайым темір. Так, где-то 5-тік болу керек, 5 мм-лік. Бұны тауып алдым, мотор осыған қатырылды. Моторда флянцевый крепление дейді. Ножка жоқ еш жақта. Сондықтан крышкасы арқылы, флянцевый крышка арқылы бекітіледі. Міне 4 болтты на пятерка листқа варт еттім. Сөйтіп 4 болттан гайкамен моторды қатырдым. Моторды қатырмас бұрын мотордың ортасынан тесік қалдырдым вал өткенге. Одан кейін мынау сыртындағы темір. Бұл да где-то 2 мм-лік темір. Бұны 15 мм, 15 см қылып кесіп алып, мына листқа круг сыздым. Сол кругпен отырып сваркілеп шықтым. Мынандай тесік болды. Ара қашықтық 15-те 15. Мынау арт жағындағы тесікті кішірейтуге тура келді. Не көрініп тұрса, ішіндегі тесікке темір варт еттім. Өйткені шөптер ірі болып шықты. Не сондықтан кішкене ғана қалдым жазғырды. Где-то 5 см болу керек. Ұмытып қалдым, нақты білмеймін. Одан кейін мынау әшейін угольниктердің алдым аяғын. Мынау автомат. Мына конденсатор. 380-дің мотор, 4 киловаттық. Оны мен 220-ға қостым. Так, обороты 2880 оборот дейді. 2880 оборот. Мына жерге сұрақтар болады. Қарама қарсы пышақтар керек емес пе деген. Мына пышақ айналған кезде шөпті не қылатын. Менің ойымша 2800 оборотпен ешқандай шөп айналмайды. Не? Мынау содан шыққан өнім. 2 минуттың ішінде бір түк. Өзім қанағаттанамын.